Қазақстанда валюта айырбастау орындарына қойылған жаңа талаптар. 25 жылғы наурыздан бастап қандай айыппұлдар енгізілді? 25 жылғы 13 наурыздан бастап Қазақстанда валюта айырбастау орындарына қызметін реттейтін жаңа ережелер күшіне енді. Бұл өзгерістер операциялардың қашықтығын арттыру және бақылаудың күшейту мақсатында қабылданды. Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодекске жаңа 252 прим 1 бап енгізілді. Ол валюта айырбастау қызметі саласындағы бұзушылықтар үшін айыппұлдарды қарастырады. 50-ден 150 АЕК-ке дейін айырбастау операцияларын жүргізу ережелері немесе жұмыс шарттарын бұзғаны үшін 500 АЕК-ке дейін сатып алу мен сату бағамдарының айырмасы ұлттық банк белгіленген шекті нормадан асып кеткен жағдайда. Сатып алу мен сату бағамының айырмасына шектеулер. 25 жылғы 28 ақпаннан бастап айырбастау пункттеріне төмендегі шектеулер енгізілді. ақш доллары үшін айырма 7 теңгеден аспауы тиіс, еуро үшін айырма 10 теңгеден аспауы тиіс. Бұл шектерден асқан жағдайда жоғарыда көрсетілген айыппұлдар қолданылады. Валюта бағамдарын көрсету тәртібіндегі өзгерістер. 25 жылғы тамыздан бастап валюта айырбастау орындары бағамдары тек ішкі кеңістікте немесе касса маңында көрсетуге міндетті. Бағам көрсеткіштерін сыртқы витринада көрсетуге тыйым салынады, тек мына нысандарды рұқсат етіледі. Бизнес орталықтар, вокзалдар, әуежайлар, шекара өткізу пункттері, казинолар және көп функционалды ғимараттар. Айырбастау орындарына жаңа талаптармен мұқият танысып, оларды бұлжатпай орындау ұсынылады, себебі айыппұлдар айтарлықтай жоғары. Рахмет, сізбен бірге адвокат Таир Насханов болды.